Сәлем құрметті достар, қалайсыздар? Қыркүйек айы жақындап келе жатыр. Қыркүйек десе біз барлығымыз мектепке дайындалатынымыз сөзсіз. Биыл Павлодар қаласы ерекше күтудеміз. Неге? Себебі бізде жап-жаңа 2 келешек мектебі бой көтереді. Ендеше мен сіздерге таныстыруға келіп қалдым. Бұл номері 48-ші келешек мектебі 1200 орынға арналған. Менімен бірге тамашалауға дайын болсаңыздар, кеттік. Мынандай керемет мектеп, ата-аналарға арналған ақпарат бұрышы, күзет қарсы алады және мынандай керемет турникеттер. Бұл оқушылардың қауіпсіздігі үшін ендеше. Кіші спорт зал. Вау! Мен чемпионмын. Бір ерекшелігі, бұл жерде мектеп директорының кабинеті осылай ашық әйнектермен барлығын көріп отырады. Енді сіздер көріп тұрғандай, екінші кіреберіс, яғни бастауыш сыныптар жеке кіреберістен кіреді. 0 сынып, яғни мектеп алды сыныбы. Парталарын қараңыздар, кішкентай ойланған кішкентай. Ал достар, біз 360 орынға арналған мәжіліс залына келдік. Мынандай мәжіліс зал, қараңыздар, керемет LED экран барлығы бар, аппаратурамен жабдықталған. Бір ән айтып жүреміз ба? Көзімнің қарасы, акустика деген керемет. Хореография кабинеті қандай кең, қандай керемет. Бұл жерден қазақтың мықты шара жиынтылығы сияқты кеші қыздар екен. Мектепте 53 оқу кабинеті бар. Әр кабинет тач панельдермен жабдықталған. Бұл біз қазір тұрған информатика кабинеті. Биология кабинетіне келдік. Әр оқушының жеке дара отырып, адам ішкі ағзаларымен танысуға макеттардың барлығы дайын. Мен келешек мектебін аралап танысып шықтық. Ел болам десең бесігіңді түзе деген екен. Менің түсінігімде бесік ол білім ордасы. Ендеше бұл мектептер сіздер үшін дайын.